Сәлеметсіздер ме? Құрметті ата-аналар, білім алушылар. Бүгінгі білім күнімен және де жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Және де биылғы оқу жылы ұстаздар мен оқушыларға сәтті болуына тілектеспін. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктер мен ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті ұстаздар, аяулы ата-аналар, сыныптастарым, мектеп табалдырығын бірінші аттайтын бүлдіршіндер. Сіздерді алғашқы қоңырау білім күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, сапалы білім тілеймін. 3-ші сынып оқушысы Тәңірберген Фатима Мұратбек қызы. 1 қыркүйек күнімен, аңқыған жұпар гүлімен, қарсы алды мені мектебім, сүйкімді қоңырау үнімен. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылына басталуымен шын жүрекпен құттықтаймын. Бақытты боп жүргенім, сенің арқан ұлы отан, елім мен тірегім құшағыма гүл атқан. Қазақ елі қашаннан да жүрелі, тарихында тұлғалар көп киелі. Қазақстан аясында бұрыннан бірнеше ұлт бірге өмір сүреді. Бір-бірімен тату-тәтті тұрады, бәрінің де Қазақстан тұрағы. Отанын мәңгі қорғанын, қалаймын бақыт қонғанын, сүйемін және сондықтан өзенің көлін орманын. Отан дейміз от жаққан жерімізді, отан дейміз өсірген елімізді, отан дейміз туған жер ата мекен, биік тау орман тоғай көлімізді. Қыран құсын көк аспанда самғасын, желбізесін көк байрағын самғасын, жас ұландар берік ұстап туыңды, жарқыратып туған елдің таңбасын. Отан дейміз кең байтақ астананы, жасыл жайлау жаңа жол жас қаланы. Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ, ол бірақ өз үйінен басталады. Көп алдынан түспейтін отан сенің атанаң, отан деген немене, отан досың бауырың, оның тұлға түскейпін, отан үлкен астанаң, достың білгін келеме, отан аудан ауылың. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан үлкен астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің өз халқың, отан өлен, отан жыр, көтерген көке ел даңқың. Кеңес айша сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан, мәңгі соғып тұратын жүрегімсің сен отан.